Ассаламу алейкум, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін жарты сағатта дайын болатын қуырдақ дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Ол үшін етті осылайынан видеодағындай турап аласыздар. Турап болғаннан кейін қазанға салып қуырамыз, май қосып. Одан кейін бетін жауып бұқтырамыз. Осындай болу керек. Бұл су тартылу керек. Су тартылған кезде барып заттарын саламыз. Чеснокты тураймыз. Кіші қып турап. Одан кейін пиязымызды турап. Жаңағы қазандағы етімізге салатын боламыз. Менде мына жерде универсальный приправа деп аталады. Содан кейін жаңағы чесногымызды салдым. Екеуін араластырып болғаннан кейін барып, пиязымызды салып, барлығын бір араластырып аламыз. Бетін жауып, кішкене күтеміз. Оған дейін жаңағы сәбізімізді турайтын боламыз. Сәбізді де осылайынан видеодағындай турайсыздар. Үлкенірек қып турасаңыздар, жаңағы жақсы. Турап болғаннан кейін қазанымызға саламыз. Одан кейін барлығын осылай араластырасыздар. Ол жаңағы қуырылып болғанша біз картошкамызды осылай үлкенірек қып тураймыз. Видеодағында барлығын турап аламыз. Жаңағы қазандағы барлығы жақсылап қуырылып болғаннан кейін барып картошкасын саламыз үстіне. Бір стакан су құямыз. Одан кейін кішкене тұз, қалауларынша. Араластырмаймыз. Өзі піскенше жаңағы бетін жауып қоямыз. Міне менікі жарты сағаттың ішінде пісіп шықты. Осылайынан табағымызға салып, отбасымызға ұсынамыз. Оның пісуге 10 минут қалған кезде болгар борщын салып пісіріп аласыздар. Мен мына жерде түсіріп едім, ол түспей қапты, сондықтан ренжімеңіздер. Мен мына жерде укроп қостым. Сіздер андай свежий укроп қоссаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.